Бәріңізге сәлем, мен Сардар. Жаңа бір жыл, жаңа анализ жасайтынымыз жаңа бір мұқаба. Мұқабада көптеген назар аудартатын детальдер көрсетілген. Бейнені бастаудан бұрын бейнені басқалармен бөлісуді ұмытпаңыз. Олай болса, не айтылғысы келген? Бірге анализ жасайық. Алдымен осыны айта өте кетейін. Бұл журналдың мұқабасында көрсетілгендер 2024 жылы болатын оқиғаларға қысқа шолу. Журналдың тақырыбы ретінде 2024 жылы дүние деп жазылған. Мұқабаның дәл ортасында сайлау жәшігі көрсетілген, тіпті сайлау жәшіктері. 2024 жылы көптеген елде сайлау болады. Бұның ортада тұруы табиғи жағдай секілді, себебі сайлау нәтижесі бойынша әлемде болатын өзгерістерді көрсеткісі келген. Суреттің төбесінде Путин және Зеленский бар. Ортасында тұрған құм сағат болса, уақыттың бітіп жатқанын көрсетеді. Ашық түрде уақыттың азайып бара жатқаны көрсетілген, бірақ бұл құм сағаты тек қана оларға деп орналастырылған емес. Аузында жапырақ ұстаған құс бейбітшілікті, ракеталар болса соғысты білдіреді. Екеуінің арасындағы жағдай соғыспен жалғасама әлде бейбітшілік орнайма деген осындай көрсетілген болуы мүмкін. Зеленскийдің төбесіндегі әйел суреті Клаудия Шейнбаум. Ол 2024 жылы Мексика сайлауында үміткер. Зерттей келе бұл сайлаудың олар үшін өте маңызды екенін байқадым. Бәлкім тарихта қалатын дәрежеде. Бұл сайлауға өте көп адам қатысайын деп тұр. Егер ол президент болса, Мексика тарихындағы алғашқы яхуди әйел президенті болады. Тарихқа аты жазылады. Путиннің төбесінде болса, Трамп суреті бар. Бірақ бұл кез үстінде сұрақ белгісі бар. Сұрақ белгісini қойғаны себебі Трамп ақш сайлауында үміткер болса да, кез келген сәтте өз кандидатурасын алып тастауы мүмкін. Трамптың ісі қазір сотта жүр. Бұл суреттерде ақшта, Мексикада, Ресейде және Украинада болатын соғыс нәтижелерінің таяу шығыс және Ресей-Украина соғысының барысын өзгертетінін көрсетіп тұр. Сол жақ, оң жақтағы заттарға келейік. Сол жақта Аполло ғарыш кемесі көрсетілген. Дәл қасында болса, Сатурн G8 ракетасы ешбір уақыт дизайнын жасаудан әрі қарай жылжымаған. Сатурн G8 не үшін ол жерге қойылғанын мен түсінбедім. Оң жақта болса, SpaceX'ке тиесілі Falcon ракетасы орналастырылған. Дәл қасында болса, ғарыш станциясы көрсетілген. Бұның қасындағыларға байланысы жоқ деп ойлаймын, бірақ назарымды аударған нәрсе бір тарапта суық соғыс кезіндегі ақшқа тиесілі ғарыш технологиялары көрсетілсе, келесі тарапта бүгінгі таңдағы ғарыш технологияларының көрсетілуі. Орыстардың ғарыштағы сәтті істері үшін президент Кеннеди ақштың күшін ғарышта да көрсеткісі келді және бір арман құра бастады. 1969 жылы басталған бұл армандары шынайы болған еді. Суық соғыс кезіндегі бұл оқиғалар ғарыштағы жарыс деп айтылған болатын. Бәлкім алдағы уақыттарда ғарышта тағы да жарыстар көреміз. Ортада орналасқан осы суреттерге келейік. Ортада бір көз және төрт тарапында бұған жалғанған ми көрсетілген. Бұған қараған кезде адам миына қосылған чиптер және соған ұқсас дүниелер ойыңызға келген болуы мүмкін. Бірақ бұл жерде айтылғысы келген нәрсе жасанды интеллект. ChatGPT 2022 жылы алғаш рет нарыққа шыққан кезінде қысқа уақыт ішінде көп адам қолдана бастады. Миллиондаған адам қолданушы сұрақтар қойып қолдана бастады. Жасанды интеллекттер қатты дами бастады және бұл жасанды интеллекттер үйренетін машиналар және жалпы қарағанда адам миына ұқсағысы келеді. Бұл жердегі жасанды интеллекттің адам миына қосылып тұруы, енді адамдар көп алаңда жасанды интеллектті пайдаланатыны және өз ақылын пайдаланбайтыны көрсетеді. 2022 жылдан бастап өмірімізде кірген жасанды интеллекттер 2024 жылы адам сенсіз дәрежеде өмірімізге кіре алуы мүмкін. Оң жағында болса кейбір валюталар және төменге қарай жылжыған график көрсетілген. Дәл қасында болса контейнерлерге толған бір кеме. Алдымен кемеден бастайық. Кемеде контейнердің толықтыруы рецессияның, яғни экономикадағы тұрақтанып қалуды білдіреді. Бұл да ақша жаратуды азайтады. Контейнерлер толы, себебі өнімдер сатылмайды.
пайыз көрсеткіштерінің жоғары болуы тұтынушы және өндіруші үшін үлкен мәселе болатын сияқты. Бұл графикта валюталардың төмендеуі көрсетілген, бірақ бұны басқаша да айта аламыз. Биткоинға салыстырған кезде басқа валюталардың құнының төмендеуі бәлкім 2024 жыл биткоин жылы болуы мүмкін, бірақ графикке қараған кезде құнының төмендейтіні көрсетілген. Төменгі бөлгенде ақш президенті Байден және Қытай президенті Ши Цзиньпинді көреміз. Олар бір-біріне теріс қарап тұр. Мұқабада кейбір адамдар бір-біріне қарап тұрған болса, олар бір-біріне теріс қарап тұр. Бұл үшін үстіндегілер ашық соғыста болса, астындағылар жасырын соғыста деп айта аламыз. Екі президент арасында әлемнің екі түрлі аймағы көрсетілген. Бірінде Оңтүстік Америка, келесіде болса Азияның бір бөлігі көрсетілген. Астындағы суреттерде болса түрлі табиғи қазба байлықтар көрсетілген. Бұлдай екі елдің арасындағы экономикалық жарыстың белгісі. Қытай электромобильдерге инвестиция жасап жатса, ақш болса желден энергия алуға инвестиция жасаған. Суретте ақш тарапта көп жел болғандықтан желдің суреті, ал Қытайда көбінесе күн жылы болғандықтан күннің суреті қойылған. Енді басқа табиғи қазба байлықтар маңызды бола бастады және мұнай өзінің маңыздылығын ақырындап жоғалта бастады. Осылайша Экономист журналының 2024 жылғы мұқабасына анализ жасадық. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл домалақтар туралы пікірді сіз айтыңыз. Келесі бейнеде көріскенше, мен Сардар.